Өтірікті шынды құдай ұрғандай етіп айтатын статистика бюросының жалған ақпаратынан шаршадық. Ұлттық бюро ұсынған сандарға сенсек, дүкендерде 10 жұмыртқа 490 теңге, айранның литрі 390 теңге, пияз 182 теңге. Әрмен қарай кете береді ғой, бірақ нарықтағы баға бұдан 1,5 тіпті 2 есе қымбат екенін сіз бен біз білеміз ғой. Орташа жалақы да статистика бюросы айтқандай 339 мың теңге екеніне сенесіз бе? Ең төменгі айлық 70 мың теңгені құрайтын елде орташа жалақы қалай 5 есе көп болады? Біздің үкімет шешім қабылдарда жалған статистикаға емес, нақты сандарға қарап шешім шығарса дейді депутат. Соңғы 3 жыл бойы ұлттық статистика бюросы Қазақстандағы халықтың небәрі 4,9%, яғни 450 мың адам жұмыссыз деп келеді. Сондай-ақ ресми дерек бойынша жастар арасындағы жұмыссыздардың саны шамамен 80 мың адамды құрайды. Шындығына келетін болсақ, осы жастар топтарындағы жұмыс істемейтін, тіпті оқымайтын НИТ санатындағы жастардың саны 380 мыңды, ал өзін-өзі жұмыспен қамтитын жас азаматтардың, яғни тұрақты табысы жоқ жастардың саны 300 мыңнан асып жағылады. Сонда тек жас азаматтардың кемі 750 мыңы жұмыссыздар қатарында. Бұл ресми статистикалық көрсеткіштен 10 есеге көп. Жалпы үкіметтің шешім қабылдарда жіберетін басты кемшілігі жалған статистиканы пайдалануы. Статистиканың елдегі нақты ақпарат пен шынайы көрсеткіштердің бет-бейнесі болуы тиіс. Дегенмен үкімет тарапынан қабылданған шешімдердің әлсіздігі көбінде қате мәліметтерге сүйенудің негізінде орын алып отыр деп есептейміз. Ұлттық бюро жүргізетін статистика барынша шынайы, халықтың әлеуетін ашық көрсетуі тиіс. Депутаттар айтуын айтып ақ жатыр. Еститін құлақ болса дейсің, шіркін. Осы сөздер ауаға ұшып кетпей жетер жеріне жетсе, нәтиже болатын шығар. Ал одан кейінгісін өмір көрсетеді ағайын.